Ал Өпетишан әулиеге қарай келе жатырмыз. Сәрсен ағам бар қасымда. Оңғар ағам бар. Есенбет. Міне Есенбет. Сәрсен ағам 40 мылтық. Түйте. Түйте деген 40 мылтық емес пе сол? Мынау мен. Анау шағал әне. Қарап тұрайын. Шағал түсіріп жіберейінші. Қай шағал? Міне тұрайын, жыңғылдың түгін. Міне тұр ғой шағал, жыңғылдың түбінде. О, кетті әне. Шағал әмеді ол да ауылдың несі бесі? Шағал дегенде ауылдың шағалы ғой енді. Жираттың қабыл болсын деп тұрған. Иә да, сол ғой. Сәке сені таниды бәрі. Мен танымаймын. Ешкілерін жеп қойды ғой. Қой шағал ешкі жей ма? Ой, жегін сілезін қатырады. Тас қылады. Қойш? Сілезін қатырады. Міне Өпетишан деген әулиеге келдік. Бейіттің басына. Жалпы айтқанда. Ассаламу алейкумдер. Міне. Түнеу қанасы. Бұлай қарай кетемін. Америкада, тура, мұна ғанайды. Не бар ояқта? Мұна ғанайды. Не бар ояқта? Қасынан өтеміз ғой ары қарай. Міне жол тұр ғой. Сүріп өтесің ғой. Ой, анау сиықшының үйі ме? Е. Кім ол сиықшының аты? Толыбай деген бар еді баяғыда сиықшы. Жоқ, ол өлді ғой. Солай ма? Жас жігіт қазір. Карим болды. Сен шалыңа не қылсаң, былай айда. Ой, мен ағам маған жол үйретпей ақ. Мен осы ауылда туылған адаммын ғой. Бұл әулиені жақсы білемін ғой мен. Болды, ол үйретпей ақ. Бұл ауылда 14 жыл өмір сүрген мен аға. Бір жыл емес, Аржан 2 жыл айтпай емес. қойған. Бір жыл емес, 2 жыл емес. Бір жігіттің өмірін. Бір 14 жыл. Былай. 14 жыл міне. Ана жерде Бишек ағам жатыр, білем. Оның басына барақ. Бардым мен өткенде. Шалың басына барақ. Шалдың басына да барамыз қазір Құдай қаласа. Бисмилля. Ой, мына шаңды қара, кіріп кетті ғой ішіне. Шаң кірсін. Сондай қалып қиыншылық мен қоямын. Қиыншылықты көріп бару керек дейді. Міне, әулиенің басы Өпетишан. Болды, өшіріп қой. Осы жерге қоямыз енді, телефонды да өшіреміз енді. Папам мен әжемнің басына. Әжем жатыр мына жерде. Жатқан жері жайлы топырақтар қоғысы. Мына жағында папам міне. Міне күмбездің іші. Міне. Жайлы топырақтарын тоқылы болсын. Күрпіштерім мені құрмаған сотырыз әлі. Салты іші салынған. Міне күмбезді айналдырып бір түсірейін. Таза күймен тұр кірпіштері. Мына шалдың інісі папамның. Таз ұру жастаған. Машырық деген кісі екен. Мынау да бір таздың күмбезі артында тұрған. Мына папамның. Осы бір шал. Ол таз, ол да таз. Кім екен білемін? Білем мен. Міне папамның күмбезі. Бұл да таз ғой, бірақ ол шарға таз. Кім екен бұлда таз ғой? Таз, білем. Біздер жастабамыз, және жазылып тұр ғой міне. Жантұр ұлы Нұржан, ұруы таз, жастабан, байсары деп. Оны білем ғой. Біздер жастабамыз аға. Таздың ішінде. Мың 1976 жыл салынған күмбез бұл. Мынау Өпетишан атамыздың медресе болған мына жерде. Бала оқытқан ертеде. Осыдан 100 жыл бұрын ба, 150 жыл бұрын ба, мына биіктің басы осы мынау. Мына медресенің бұл стеналары қалған.
Алайдан тікеткен бақса. Әлі бар екен, машалла. Бұл жерде Құдайдың кәламы оқытылған ғой, талай адам үйренген. Ал оң қараға айта бер. Мінекей мынау оңдаған мінекей балдарды оқытқан мынау үлкен залы мінекей. Жаңа осыда 25-30 бала оқыған мінекей. Мынау не? Мына қара оңдаған. Иә. Мына жерде иә михраб болған ғой мына жерде. Иә, көрдім ғой. Мына михрабтың орны ғой міне. Осы жерде не қылған? Бері құлап кеткен. Енді жаңбыр бар, не бар? Осы жерде имам оқыған. Соған Үпетишан оқытқан ғой, ұстаз ғой енді. ұстазы. Иә. Мына комнаталар ғой мыналар. Иә, Құран қойған іздері бар ғой, кітап қойған жерлер, иә. Ну, биіктің басы енді бұл. Жан жағының бәрі тоғай болып кеткен, ар жағы Қарабайлы канал әне. Мына жерге Құдайдың нұры тамған жер ғой енді бұл жерлер. Ескі. Мына Құран қойған жер ма? Мына жерге шам қойған, Құран қойған бұл жерде. Құран қойылған негізі. Менің имамның отыратын несі болған. Жоқ, шәкірттер отырған ғой, имам емес. Өздері де отырған ғой. Иә. Міне, ане қара 7-8 Құран қойылған. Көрдім. Міне Құран қойған жерлер ғой. Шам қойып, Құран қойып, кітап оқыған екен ғой. Көрдім оң қара. Көрдім оң қара. Міне де бар, міне бар. Міне кішкентай Құран. Дәріс алған, сабақ алған. Мен анау Машалла, баракалла. Анау енді молдалардың жататын несі. Молдалардың комнатасы ма? Түнеуқанасы ма, несі корпусы. Ұстаздардың общем отыратын жері. Үлкен шалдар айтып кетіп еді ертерек. Иә. Мына қара. Мына жерде сенің серік досың бар ма? Иә, нөкер. Мына атасының жатқан жері, мына нөкер ата деген осы жерде мал бағып жатқан. Кейін мына жерді қоршап, осы жерде атасы демалып жатқан. Мына жақта қорасы болған. Осы жерде жұрты болған ба? Осы жерде жұрты болған ба нөкер ағаның? Жоқ, шаруа бойынша мал. Қораңқылдардың түбіне қорасын салып, мына жерде демалып жатқан, мына жердің бәрі қораңқыл. Көлеңкесінде, мына медресенің. Иә, медресенің қасында атаның шарапатыменен. Конторасы жаңағы ұстаздардың отыратын комнатасы, иә. Мына жерде де енді нелері болған жаңағы. Тағы бар еді. Ар жағында да бір стена бар ғой. Ар жағында да нәрсе болған. Үлкен бір зал. Енді маған айту мына екі баламсыған жаңа несі. Комнатсыз не? Иә. Үлкен нәрсе ғой, көп адам оқыған ғой жерде. Неше комната? 10 шақты комната болған ғой. Енді мына табалдарын көрсетейін саған. Бұл табалдарға бар ма мына жерде? Табалдарға бар ма? Сол кезде фундамент мына. Машалла. Фундамент сол кездегі. Фундамент ғой. Иә. Шиден салған фундамент ғой, шиден салған ғой. Иә, мына ызғары жоқ, не жоқ. Қара, шиді қара сол заман. Шиден салған фундамент. Иә, көрініп тұр. Көрініп тұр ғой, Бұл жақта цемент жоқ қой, ол кезде 150 жыл бұрын. Еңбек шығар, иә. Ақондардан білім алған шығар, сен айтып отырсың ғой. Иә, Таз мешіті деген мешіт болған ғой енді күнде. Соның қабірі әлі күнге дейін бар дейді ғой. Мына михраб қой, мына михрабтың орны ғой. Намаз жайы жайылып тұрады, құбылы не бұл міне? Иә, құбылы мына жақта, иә.